Қайлы күн, бүгінгі келесі кезекте оқырмандарымызға ұсынып отқан бүгінгі кітабымыз балаларға арналған энциклопедияларды ұсынамыз. Бұл кітап ғылым энциклопедиясы, қазақ тілінде аударған Әлипбаева Астана Фолиант баспасы 2012 жылы шыққан. Ғылым физикалық әлемде зерттейтін сала. Ғылым физикалық және биологик әлемде бақылаулар, өлшеулер және тәжірибелік арқылы жүйелі түрде зерттейді. Және де ғылым энциклопедиясында жинақталған материалдар ғылыми негізінде құрастырылып келген мектеп оқушыларына бейімделген түрде сипатталған. Энциклопедия түрлі түсті, қызықты, безендірілген дизайнер орындау жағынан қазіргі уақыт талаптарына сәйкес келеді. Мінекей қарап отырғаныңыздай түрлі түсті, мінекей әдемі мынандай безендірілген, жаңа айтып кеткендей кітаптарда. Және де кітапта топтастырылған материалдарды мектеп пәндерін оқыту кезінде пайдалануға болады. Физикалық және биологиялық әлемді бақылаулар, өлшеулер және де тәжірибе арқылы жүйелі түрде зерттейтін білімнің бөлігі деп ғылыммен таныстырады. Кітапты алатын болсақ, ғылымның категорияларымен, ғалым зертханасының материалдарымен жабдықтарына жан-жақты сипаттама берілген болатын. Қарапайым тәжірибелер көрсетіліп, баламалы жағармайлар мен су ресурстарын қорғау мәселелері қарастырылған осы кітапта. Және де бұл кітап орта буын және жоғары сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және осы сала қызығушылығы бар оқырмандарға арналған. Және де осы біздің бүгінгі оқырмандарымызға айта кетейін дегенім, келіп осы кітапты біздің кітапханадан алуыңызға болады.